Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сырты қытырлақ, іші жұмсақ, ерекше дәмді нан дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1,5 стакан қайнатылып, суытылған жылы су қажет. Оған аштығымызды қосамыз, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант салып, бәрін жақсылап араластырамыз. 3-4 стакан ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Үстін пищевой пленкамен жақсылап жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін міне қамырымыз дәл осылай көтеріледі. Көтерілген қамырымызды үстелдің үстіне түсіріп, теңдей етіп бөліктерге бөлеміз. Енді әр бөлікті осылай домалатып, тағы да 5-10 минутқа бетін орамалмен жауып қойып қоямыз. Тынған нанымызды енді осылай ұзынша етіп жайып, ішіне қарай орап кіргізіп, бірден пергамент қағаз төселген форманың үстіне шетіне қоя береміз. Бұл нанның ерекшелігі сол, яғни сүт, май қоспаса да тек бір сумен иленген өзінде осылай тындырудың арқасында өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Тағы да бір көрсетіп өтейін, осылай сопақша етіп жаямыз, және де ішіне қарай орап кіргіземіз. Барлық нанымызды осылай орап, бірден формамыздың ішіне салып, тағы да 10-15 минутқа бетін орамалмен жауып қойып аламыз. Жақсылап тынып көтерілген нанымыздың шетін осылай бритвамен немесе лезвиямен шетін әдемілеп кесіп шығамыз. Бәрін кесіп болғаннан кейін міндетті түрде алдын ала қыздырылған 180 градустағы пешке салып, 40 минутқа салып пісіріп аламыз. Пешіміз міндетті түрде үстін осылай бетін жауып қою қажет. Міне біздің ерекше технологиямен піскен нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте жұмсақ, сырты қытырлақ, отбасыларыңызға ұнайды. Менің арнамда бұдан да басқа нанның, бәліштердің, яғни булочканың рецептісі бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет.